Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын лағманның рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Ең алдымен өзіміздің керекті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге пияз керегі, картоп, чеснок керек болады, және де сәбіз. Онан соң редька керек болады, және жасыл пиязымыз, укробымыз бен капустамыз және етіміз керек болады. Осылай ең алдымен етімізді ұзыншалап турап, төрт бұрышты бөліктерге бөліп, майдалап турап аламыз. Мен барлығын осылай төрт бұрыштап турап алдым. Онан соң жаңағыдай пияздарымызды ұсақтап турап аламыз, оны да дайындап. Онан соң чесногымызды осылай ұзынша бөліктерге бөліп ұсақтап тураймыз. Одан кейін капустамызды осылай ұзынша етіп турап, тағы да төрт бұрышты бөліктерге бөліп турап аламыз. Мен осылай барлығын үлкен-үлкен қылып турап алған болатынмын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесіп аласыздар. Картопты да осылай үлкенірек қылып турап алдым мен. Онан соң алдымен табамызды қыздырып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Және де табамыз қызған соң үстіне жаңағы туралған етімізді салып араластырамыз. Үстіне аздап тұз қосамыз. Тағы да араластырамыз. Онан соң қуырылып болған соң үстіне аздап жаңағы чесногымызды қосып, тағы да бір қуырып аламыз. Әбден қуырылған соң үстіне пиязымызды қосамыз. Осылай араластырып, үстіне жаңағы туралған сәбізімізді қосамыз. Одан соң редькамызды қосып, тағы да бір араластырамыз. Одан кейін үстіне капустамызды салып, тағы да бір араластырып жібереміз. Одан кейін барып үстіне томат пастасын саламыз. Мен бұл жерде 3 қасық салған болатынмын. Одан кейін үстіне суымызды құйып, кішкене асырып қана құйдым мен. Құйып болған соң араластырып жібереміз де қақпағын жауып қайнатамыз. Және тұзымызды салып аламыз, сосын қақпағымызды жауып қайнатып аламыз. Ол қайнап болған соң пісуге жақын қалған кезінде картопын салып, тағы да бетін жауып бұқтырамыз. Дайын болғанша кеспемізді жаңағы лағманның қамырын осылай қолымызды майлап, сұйық маймен, және де осылай ұзын етіп лапша сияқты қылып созып аламыз. Дайын болған соң ыстық суда, қайнап тұрған суда пісіріп аламыз. Одан соң біздің лағманымызды осындай ыдысымызға салып, бетін көксөкпен әрлейміз. Әдемілеп осылай столымызға ұсынамыз. Ас болсын. Сіздермен болған Ануар қызы Ханшайымның асханасы. Назарларыңызға рахмет.